Құрметті футбол сүйер қауым, достар және Мирас командалары арасындағы матчтың қазір екінші таймы басталады. Бірінші таймның соңғы секундтарында Темірланның соққысынан соң достар командасы есепті ашып кетті. Екінші тайм қалай болады екен көреміз қазір. Бұл ойында Мирас командасына ұпай өте маңызды. Бірінші ойында Арманс командасымен тең түсіп қойған. Міне Ерсайынның соққысы төреші ысқырығын шалып, екінші таймға рұқсат берді. Достар командасы асықпайды. Егер олар 3 ұпай еншісіне жаздыратын болса, онда 6 ұпаймен турнирде топта көш бастайды. Бір-бірлеріне допты жеткізуде. Допты алуға Ерсайын әрекет жасағанына куә болдық. Мирас футболшылары бар күшін салады. Олар гол соғу қажет. Алаң ортасынан. Әлде Ерсайын оң аяғына дұрыстауға әрекет жасайды. Мирас футболшылары оң қапталдан қазір ауттан допты ойынға қосады. Бұл жерде Рахымжан. Тағы да қарымта шабуыл болады, үлгеру керек. Тоқтатпады. 77-ші нөмірде достар футболшысы. Асықпайды. Кім? Қазір оң қапталдан достар футболшылары. Бұрыштама доп бола ма? Жоқ. Мұса допты иеленіп алды. Ерсайын ауыстырды. Темірлан гол авторы. Ойын ережесі бұзылған жоқ. Әлде Мирас футболшылары соққы болған сәтте қақпашы топты ұстап алды. 3-ші минут, екінші тайм. Жылдам өтіп бара жатыр ойын. Мұсаға келді. Ерсайын дайын тұр. Міне Ерсайын жүгіреді. Қарсылас қорғаушысы жоқ. Басқа пас. Кім соққы? Рахымжан да доп. Міне алыстан соққы болды. Керемет тәрізде болды, бірақ Мансур Бекжігіттікі соққысы, бірақ қақпаға дәл барған жоқ. Есеп 1-0. Темірланның соққысы қақпадан дәл орын алған. Осылайша көк жейдеде команда қазірше жеңіске жетуде. Аблайға. Мирастың шабуылы. Жоқ, бір-біріне. Аблай сол қапталдан шабуыл. Аут, топты алаңда сақтап қала алмады. Достар командасының футболшысы сол үшінде ысқырық шалынды төреш тарапынан. Бекнұр Еркінбай 10-ші нөмірде қазір басымен допты ұрып жіберуге тырысқан еді. Ерлан допты ойынға қосты. Ерлан. Достар командасы допты алдырып қойды. Ерлан. Ерсайын. Пас соң қапталға. Рахымжан. Аутты дұрыс ойынға қоса алмады. Мирас командасының футболшылары сол үшінде төреші ысқырық шалып, енді Темірлан допты ойынға қосады. Шабуылға өтуге әрекет жасайды. Аблайға доп келген жоқ. Достар ойыншылары. Қана енді Мирас футболшылары қорғаушы алаңынан шығарып жіберді. Міне ойланып отырмады допты. Рахымжан жылдам ойнау керек. Топ қолға тиді. Ысқырық шалынды. Ерсайын допты орындайтын шығар қазір. Кім? Жоқ. Шахназар
айыпдобын орындайтын болды. Жоғарыдан тікелей соққы бағытталуы мүмкін. Гол соға ала ма екен осы айыпдобынан? Рұқсат берілді. Шахназардан соққы қақпаға. Жоғарыдан кетті. Қазір екінші таймның 6-шы минуты. Есеп 1-0. Сұлтан сол қапталға Абылайға жеткізді. Абылайдың пасы болады. Бірақ Шахназардан өткен жоқ. Қарымта шабуыл. Рахымжан. Сол қапталға үлгермейді. 4-ші нөмірде ойнап жатқан Дамир Болат. Міне Дамир қазір орнын босатуға мәжбүр болды, шашаған секілді. Мирас футболшылар оң қапталға ауыстырды. Гол қажет бұл команда үшін, әйтпесе аут. Екінші таймның жартысы артта қалды. Бірінші таймның соңғы секундтарында Темірланның голы достар командасына қазірше сол жеңіс сыйлауда. Міне Темірлан допталыны бір әріптесіне жеткізуге тырысқан еді. Бекнұр. Пас шабуылшыларға доп өтпей жатар. Темірлан. Достар командасында Әділет. Аут. Ерлан допты ойынға қосады. Сұлтанға доп жоқ. Мұса допты алысатты, Әділетке келді. Доп алаң бос. Қақпа. Қолға доп тиді дейді. Бірақ төресі ешқандай. Аут. Дархан алаңға шықты. Шашаған ойыншылар тез-тез орындарын босатуда. Бұл Мирас командасы үшін өте маңызды ойын екенін айттық. Бірінші ойында 2-0 есебімен жеңіп тұрып тең түскен. Бірақ голдар есепке алынады. 1-0. Достар егер осы ойында жеңіске жетсе 6 ұпаймен топтан шығады. Ерлан допты ойынға қосады. Мұса доп иеленді, енді қарымта шабуылға куә боламыз деген үміттеміз. Пас сол қапталға алмастырған еді. Әлі де шабуыл жоқ. Темірлан өте алмады. Рахымжан. Абылай қарымта шабуылы болады. Пас болады. Соққы болған еді. Мұсаның қақпасынан орын алды. Міне Абылай қалай голды тойлады. Есеп 2-0. Достар командасы екінші рет Мирас командасының қақпасын анық нысана қалды. 2-0. 5 минуттай уақыт қалды. Мирас футболшылары 2 голдың қарымтасын қайтару керек. Аут. Достар футболшылар енді еркін әрекет жасайды. 2 гол соғып алды. Ерсайынға қарсы ойын ережесі бұзылды. Енді осындай сәттен бір жойқын соққыны қақпаға бағыттау керек. Ерсайынның өзі орындайтын болды. Жәбірленушінің өзі. Екіден 0. Голдар айырмашылығы да 2-4. Қазір төрешін ысқырға шалынғаннан соң Ерсайын айыпдобын орындайтын болады. Төреші мына жақта қазір футболшыларға ауызша ескерту жасап жатыр. Бір-біріне кедергі келтірмеу керек. Қазір Ерсайын баршасын күтіп тұр. Міне рұқсат берілді.
Көрейікші қалай орындайды екен айып добын. Жоғарыдан соққы болғанда қақпашы допты қолынан шығарып алды. Бұрыштама доппен аяқталды. 2 гол соғу керек достар. Әйтпесе Мирас командасы қиын жағдайға түсіп қалады. Мирас командасы гол соғу керек. Тағы да мына аут. Ешқандай қауіпті жағдай болған жоқ. Төреш сағатына қарап қойды. 1,5-2 минуттай уақыт бар мәресіне жетуге матчтың. 2 таймда да 2 гол соғып алды. 1-1 голдан Сұлтан допты әріптесіне жеткізе алмады. Аут. Абылайдың голы да керемет көрініс алды. Темірлан голдарды бастап берген еді. Аут. 11 минут 2 таймның. Мұса жылдам допты ойынға қосу керек. Мирас командасы 2 ойында да 2 голдан жіберіп алды. Абылай ойын ережесін бұзды ма? Жоқ, енді Мирас футболшылар оң қапталдан. Аут. Гол соғала ма екен Мирас командасы? Шахназар. Аут. Қақпашымен ойнау керек еді Шахназар. Достар командасы бүгінгі 2 ойынды да жеңіспен аяқтауға өте жақын. Жетісай командасын 3-1 есебімен жеңді. Бірінші ойында ал енді Мирастан басым түсіп жатыр 2-0 есебімен. Бұрыштама доп. Ең соңғы комбинациялардың бірі болса керек. Себебі уақыт аяқталып қалды. Достар командасында доп. Көтер бол. Жоғарыдан болады. Абылай дальний қапар. Рұқсат берілді. Баспен бас соққы. Қақпаға дәл барған жоқ. Мұса допты ойынға қосады. Ең соңғы комбинациялардың бірі болса керек. Тағы да доп достар иеленіп алды. Абылай дубльге гол жеткізу мүмкін. Соққы. Гол есеп 3-0. Абылай 3-ші голды соқты командасының. Достар командасы жеңіске жетті. Мирас футболшылары 3-ші рет өз қақпаларынан допты алып шығуға мәжбүр болды. Мирас командасы 1 ұпаймен тазар. Қазір ысқырық шалынады матч аяқталғаны туралы. Міне доп ойынға қосылды. Мирас футболшылары Шахназар, Ерсаян, Темірлан допты қайтарып жіберді. Шахназарда еді. Мирас футболшылары. Қазір достар командасының ойыншысы жарақат алды. Ысқырық шалынса керек қазір осы жағдайдан соң. Ең соңғы минуттар. Төреші созып жатыр уақытта. 3-0 матч тағдыры шешіліп қойды. Топ ойынға қосылды. Мирас футболшылары. Ерсайын. Мирас оң қапталдан шабуыл ұйымдастырады. Бұрыштама доп бола ма? Аут. Достар командасы допты міне ойынға қосқан сәтте ысқырықталды. 3-0 есебімен достар жеңіске жетті. Осымен трансляциямыз аяқтаймыз. Келесі ойындарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.